сіздерге мен Арыс қаласы Байырқұм ауылы Мұхтаршахан атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы Жамбылқызы балауса. Мен бүгінгі таңда мектебінде дебат өткізгелі отырмын. Тақырыбы мені қоршаған әлем ажайып әлем. Осыған байланысты мектептегі ұстаздар мен оқушылардың пікірін білсек. Мектебіміздің география пәнінің мұғалімі Төлентаева Гүлшат апайдан ауылымыздың экологиялық жағдайы туралы біле кетсек. Жалпы ауылымыздың экология мәселесінде ауа, су және топырақ бойынша өзекті мәселелер болып тұр. Соның ішінде суына тоқтала кетейін. Су мәселесі бойынша ауылымыздың адамдары тазартылған суды ішуге мәжбүр. Өйткені судың құрамында көптеген адамның өміріне зиянды қалдықтар кездесіп отыр. Соның ішінде айта кететін болсам, күкірт қышқылын айтуға болады. Мысалы, мынау жақын жерде Табақбұлақ деген жерде уран өндіріледі. Оның да бір себебі болуы мүмкін. Ол жаңағы жер асты суына қосылып, адамның организміне үлкен қауіп-қатер туындатады. Енді осы ауылымыз негізі осы татты су дейміз ғой, тұщы суды, жер асты суының ішінде тұщы суды, ауыз су мәселесінде тек қана тазартылған суды ішуге ғана бізге рұқсат беріліп отыр қазір кезде. Сізбе Азамат Мұхтарұлы, сізден бір сұрақ ала кетсем, ауылымыздың экологиялық жағдайы туралы өз ойыңызды айта кетсеңіз. Мынасы Сырдария өзен жағасына орналасқан Байырқұм ауылының экологиялық жағдайы, ауасы таза, су мен топырағы ластанбаған. Бұған себеп ауылдық аймақта үлкен өндіріс орындары, зауыттар және үлкен көлемде жылыту пештері болмауына байланысты деп санаймын. Ал флора мен фаунасы шөл зонасына бейімделген. Мұхтаршахан атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші сынып оқушысы Әдепхан Дидардың пікірін біле кетсек. Ауылымыздағы ауыз су мәселесі туралы өз ойыңды айта кетсек. Біздің ауылымыздағы ауыз су тапшылығы орташа деңгейде тұр. Бірақ бұл біздің ауылымыз ғана бойынша емес, бүкіл Қазақстан бойынша бұл үлкен мәселе деп білемін. Бірақ көріп тұрғандарындай, біздің мектеп ауласын көгалдандыруға, егіншіліктерді, қоғамдық орындарды көгалдандыруға ауыз су тапшылығы қатты білінбейді. Сонда да суды өз ретімен қолданып, ысырапшылдыққа жол бермегеніміз жөн. Пікіріңе рахмет. Ауылымыздың көгалдандыру жұмыстары туралы өз ойыңды айта кетсең. Бұрынғыдан қарағанда қазір ауылымыздың көгалдандыруы қарқынды дамып келе жатыр. Бірақ кейбір ауылдарға қарағанда сәл төменірек деп айтсақ болады. Ауылымыздың көгалдандыруына тек жұмысшылар ғана атсалыспай, бір көшенің адамдары бір сағат уақыттарын бөліп, тек көгалдандырып қана қоймай, субботник жасап, ауланы тазалап, көгалдандыруды жасап, солай белсене атсалысатын болса, аулаға да, ауаға да, экологияға да, адамға да пайдасы орасан зор деп білемін. Пікіріңе рахмет. Осы үш мәселені қарастырсақ, ауылымыздың экологиялық жағдайы жақсара түседі. Қоршаған әлеміміз таза болса, біздің денсаулығымыз мықты болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.